Егер сіз мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, және малдан мол өнім алғыңыз келсе, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Малдан кіретін негізгі кіріс көзінің бірі ол малдың төлі. Ал енді сапалы төл алу үшін және ол төлдің дүниеге келгеннен кейін денсаулығы жақсы болу үшін не істеу керек? Ол үшін буаз малдарды ғылыми түрде дұрыс тамақтандыру керек. Сонымен қатар мынадай элементтерді толықтырып отыру керек. Мал түліктерінің ішті мезгіліндегі микроэлементтер қалыпты мезгілдегімен ұқсас болмайды. Оның үстінде төмендегі бірнеше элементтер кем болса, малыңыздың өміріне қауіп төнгенмен қоймай, алған төліңіздің сапасына әсер етеді. Бірінші, кальций, фосфор элементтері. Бұл екі түрлі элемент іштегі төлдің сүйегі мен тынысының өсіп жетілуіне тіке әсер етумен қатар, нейроптық және бұлшықет ткандарының қалыпты қызметін жақсартуда орасан зор рол атқарады. Іштегі төл енесінен кальций фосфорды сіміру арқылы өз қажетін қанағаттандырады. Егер малда жоғарыдағы екі түрлі элемент кем болса, онан туған төлде ауру өзгерістері көріліп, тума рахит індеті пайда болады да, мойнын билей алмау, жүре алмау, тіпті артқы сирағы салданудай ауру белгілер көріледі. Сондықтан малға кальций фосфор құрамы мол азықтықтарды беру керек. Екінші, темір элементі. Темір ішті малдарда қан аздықтың алдын алатын және іштегі төлдің қан жасау ролын жебейтін гемоглобин мен миоглобинді қалыптастыруда төтенше қажетті элемент болып табылады. Әдетте ішті мал мен төлде бір бөлім темір элементі сақталады да, бұл енелік малдың туу мезгіліндегі қан кетуден болатын темір элементінің кетуінен сақтау және оны толықтап төлдің қалыпты қажетін қамтамасыз етеді. Сондықтан ішті малдарға жасыл азықтықтарды, темір құрамы мол азықтықтарды беру керек. Үшінші, мыс элементі. Малдың ішті мезгілінде мыс кем болса, іштегі төлдің өліп қалуы, немесе төлдің солуы, ал туғаннан кейінде төлдің сирақтары құрысып қалудай ауру белгілері көріледі. Сондықтан малдарда мыс құрамы мол азықтықтарды немесе күкірт қышқылды мыс беру қажет. Төртінші, йод элементі. Бұл малдың ішті мезгіліндегі қалқанша бездің ісінуінің алдын алып, негізгі зат алмасуын жоғарлатады. Мұнда йод құрамы бар азықтықтар негізінен жасыл өсімдік текті азықтықтарда көп болады. Азықтандырған кезде жем шөпке йод дұрыс араластырылып берілген жөн. Бесінші, мырыш элементі. Ішті малдарда мырыш кем болса, төлдің өсіп жетілуі нашарлайды. Тіпті тума кемістік ауру пайда болуы мүмкін. Құрамында мырыш элементі мол болған азықтықтарды беруге көңіл бөлу қажет. Әдетте күнделікті азығына алдын ала дайындалған қоспа азықтықтарды қосып бергенде ішті малдың тәбетін арттырып, азыққа болған қажетін толық қанағаттандырып, ауруға болған қарсылық қуатын жоғарлатады. Жоғарыдағыдай минерал элементтер жетіспеуден болатын түрлі індеттердің алдын алады. Бұдан сырт, үстем азықтықтар, энергиялық азықтықтарды қосып берсе өнімі тіпті жақсы болады. Мінекей құрметті көрермен, сіздер буаз малдарды қалай дұрыс тамақтандыру керек және қалай дұрыс сапалы төл алу керек екендігін азда болса білдіңіздер деп ойлаймын. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыздар. Арнамызда бұдан да былай көптеген мал шаруашылығына қатысты құнды ақпараттар жолданып отырады. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.